Барлығыңызға қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен өте дәмді, сондай шоколадный маффины жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге ұн қажет болады. Ұнымызды осылай табамызға салып аламыз. Содан соң какао, қосқышымызды қосамыз. Одан кейін үстіне 2 шай қасық кофе саламыз. Жақсылап араластырамыз барлығын. Одан соң үстіне осылай шекерімізді, жұмыртқамызды саламыз. Шым-шым тұз, шым-шым содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды да құйып, жақсылап араластырамыз. Үстіне осылай сүтімізді салып, осындай бізде масса болуы қажет. Осы массамызға мен шоколад қосамын. Енді кезекте осындай капкейкке арналған ыдыстарды аламын мен. Сол ыдыстарға осылай барлығын осылай салып шығатын боламыз. Үстіне осындай кішкенеден шоколадтар салып жүрсеңіздер де болады. Әдемілік үшін 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Қараңыздар, осылай күшті, воздушный, өте дәмді болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Дәмі енді айтып жеткізу мүмкін емес. Істеріңіз дәмді болсын.